Барлықтарыңызға сәлем. Барынша қатты сөйлеуге тырысам. Данный момент жұмыста отырмын. Аппараттың дауысымен менің дауысым естілмей қалуы мүмкін. Менің есімім Айнаш. Болашақ дәрігерлеріңіз болам. Қазір 6-шы курс студентпін. Данный момент қайда отырмын? Данный момент жұмыстамын. Негізі бізде 6-шы курс сабақ. Алла қаласа ертең басталады 8 күні. Енді сабақ, жұмыс барлығын бірге алып жүруге барынша тырысамын. Бүгінгі біздегі тақырып жалпы медик студент жұмыс жасағаны дұрыс па? Жұмыс жасағанның өзінде қайда жұмыс жасағаны дұрыс деген сұрақтарыңызға жауап беремін. Себебі көптеген студенттің қоятын талабы осы. Біреуі платникте оқиды, біреуі грантта оқыса да ата-анасына көмектескім келеді дейді. Жалпы өмір сүру үшін сенің квартираң бар, хорошо общежитие тұрсаң ол бар, оның ақшасы төлеу керек. Күнделікті продукттан, киім кешек, өмір сүру үшін жалпы ақша керек қой. Мына бір стипендияң жетпейді. Егер стипендия алмасаң, тіптен ауыр саған, сен міндетті түрде жұмыс жасау керек боласың. Енді қайда жұмыс жасаған дұрыс дегенге тоқталайық. Менің өзімнің бірінші практикама керек, мен қайда жұмыс жасадым, қалай болды студенттік өмірім, соған тоқталайын. Мен өзім колледж бітіргеннен кейін маған жұмыс жасау, жұмыс табу дейтін ондай көп қиындықта тудырған жоқ. Колледж осы универге түскен кезде 2-ші курстан бастап мен карантинде оқыдық қой. Енді карантиннің кезінде аптекада жұмыс жасадым, медсестра болып жұмыс жасадым. Жалпы сондай өзімнің практикалық білімімді, медицинадағы білімімді кеңейтіп алған болатынмын. Енді данный момент мен МРТ-да жұмыс жасаймын, МРТ түсірем, техникпін, пациенттер келеді, солай. Оның арасында мен продуктовый магазинде жұмыс жасадым. Все. Енді бұл жерде айтқым келетіні, сен өзіңнің қалауыңа байланысты таңдайсың. Көптеген медик студенттердің таңдауы ол жаңағыдай пол жуып таңдайды. Қалай айтушы еді? Санитар ма? Санитар болып таңдайды. Себебі санитар болудың да өзіндік плюстары бар да. Сен кеште ночнойда тұрасың, если жаңағыдай тыныш сондай бір нені таңдайтын болсаң, отделение таңдайтын болсаң, саған ұйықтауға да мүмкіндік бар, және сабақ оқуға да мүмкіндік болады. И ол жерде әртүрлі пациенттерді көресің, ең басты нөлден басталу деп айтылады ол жалпы. Ол да жақсы. Мысалы, жігіттер хирург болатын болса, ол хирургия отделениесіне кіріп алса, ол жерде жағдай қанды көреді, пациентті көреді, жалпы процесті көреді, дәрігерлердің отношениясын көреді, солай жалпы үйренеді. Ол тоже хорошо. Бірақ енді кейбір адамдар ондай жұмысты жасағысы келмейді, санитар болғысы келмейді. Потому что санитар болсаң, ананы істе, мынаны істе, үйт бүйт дейтін шаруалар өте көп болады, және ол адамның бір құлшынысын жойып жіберуі мүмкін. Енді сен мынау біздің фармацевт сияқты, немесе медсестра сияқты жұмыстарға кіре алмайсың алғашқы курстарда, потому что сенің әлі практикалық білімің жоқ, теорияны да практикада қолданып көрмегенсің, сенде ешқандай сертификат жоқ. Тек сені медсестра қылып алады, 5-ші курсты бітірген кезде сен сертификат аласың ғой. Сол кезде ғана сені сондай жұмыстарға алатын болады. Ал оған дейін сенде ешқандай диплом болмаса, сертификат болмаса, сені ондай жұмыстарға алмайды. Даже мына біздің жасап отырған МРТ-ға да 4-ші курсты бітірген кезде может алып қалуы мүмкін. И то 5-ші курстан жаңағыдай тоже сертификат требовать етті. Енді жаңағыдай продавец, мобилограф, енді продавец болғанның өзінің де бір минустары бар да, потому что мысалы сен хиджабтағы қыз болсаң, жаңағыдай продавец болсаң, мысалы алкоголь сататын жерде жұмыс жасаған саған бір ыңғайсыздықтар тудырады деген сияқты. Немесе енді әркімнің өзінің қалауы бойынша. Көп адамның жасаған жұмыстары сол мобилограф болды, жаңағыдай көбісі продавец, жаңағыдай киім сататын жерде, косметикада, әркім әртүрлі. Мысалы, кейбір адамдар ағылшын білсе, қосымша ағылшыннан сабақ беріп жүрді деген сияқты. Ол мен сондай жұмыстарды лучше жақсы көремін. Сен жұмыс таңдаған кезде өзіңнің құндылығыңды жоғары қою керексің ең алдымен. Сен ол жұмысқа барған кезде әдемі киініп, әдемі барып келсең, ол саған комфортында, саған комфорт болу керек. Енді мен комфорт керек деп жоқ жұмысты аңсап отырудың да қажеті жоқ. Табылмай жатса, бар жұмысты жасай тұр. Табылғанға дейін да, табылғаннан кейін жаңағы жақсы жерге көше сал. Ең басты, мысалы, сен 1-ші курс студент боласың ғой, сол кезден бастап саған ағылшынды үйренуге кеңес беремін. Сен сол кезде кішкене енді анатомиямен қиналып жүресің,
бірақ алып жүруге болады. Басқа ешқандай жаңағыдай универдің активті заттарына қатыспай сол тіл үйреніп бастасаң, сен уже екінші курсқа дейін сенің уже тілдік қорың жақсы дамиды. Уже сен үшінші курстан бастап жаңағыдай студенттерге ағылшын тілінен сабақ беретін сондай бір компанияларға, сондай бір ағылшын курстарына кіріп алсаң, алдағы уақытта сен 6-шы курс кезінде, 7-ші курс резидент болған кезінде саған IELTS сынды заттар өте көмегін тигізетін болады. Саған бірінші кеңесім. Екінші, мобилограф, SMM мамандары болғаның, жаңағыдай әртүрлі фото, видеоларды, креативті дүниелерді жасағаның тоже жақсы, потому что ол саған бірінші өзіңнің креативтілігіңді дамытуға көмектеседі, алдағы уақытта сен блог жүргізетін болсаң, және де ол саған ауқымды қаражат алып келеді. И сен мобилограф болып жүріп, дәрігердің де мобилографы бола алуы мүмкін. То же самое, сенің дәрігерің саған болашақ наставнигің сынды адам болып қалуы әбден мүмкін. Сол үшін сондай бір өзіңе ауқымды пайда алып келетіндей және оқуыңа кедергі жасамайтындай жұмыстарды жасағаның дұрыс. Енді мен укол салып үйренгім келеді, мен дәрілерді білгім келеді дейтін болсаң, саған ақша қатты керек емес болған жағдайда сен жаңағыдай больницаларға барып практика өтсең болады. Мысалы, скорыйда танысың болса, сол адамның жанында жүріп 1-2 сағат үйрен. Аптекада танысың болса, немесе танысың болмағанның өзінде, мына крупный аптекалар болады ғой, сол жерде өте жұмыс көп. Дәрілерді қою керек, оған бір фармацевт жетіспей жатады. Ол жерге фармацевттің көмекшісі ретінде жұмысқа алады. Жалақысы аз болады, дегенмен де сен зато ол жерде дәрілерді көресің, қолмен ұстайсың, пациенттермен де арасында сөйлесуің мүмкін, сол арқылы сен дәрілерді жаттап бастайсың. Негізі фармакологияны оқыған кезде дәрілердің атын жаттап қалу өте қиын. Ал сен аптекада жұмыс жасайтын болсаң, ол дәрілерді күн сайын көзіңмен көргеннен кейін сенде жаттау қабілеті жақсы дамиды. Көру арқылы көп адам тез қабылдайды ғой. Сол үшін сандай тегін волонтер болуға сені шақырамын. Алғашқы жылда 1-ші курстан 3-ші курсқа дейін сондай өзіңнің миың свежий болып тұрған кезде сондай білімдерді жаңағыдай тегін алып алатын болсаң, тегін жұмыс жасау арқылы тегін білім аласың. Одан кейін мысалы таңертең әртүрлі отделениелерге барсаң болады. Хирургия, кез келген отделениеде таңертеңгі уақытта және кешкі смендерде олар система салады. Лучше саған суббота, воскресенье, дәрігерлер жоқ кезде барғаның дұрыс. Кешкі сменге мысалы бір медсестрамен жақсы тіл табысып алып, бір шайын апарып беріп, әртүрлі сладкісті апарып беріп, сол апай, пожалуйста, мен сіздің қасыңызда жүрейінші, үйренгім келеді деп айтсаңыз, сізге ешкім жоқ демейді. Просто сіз чувствовали болуыңыз керек, жаңағыдай тез алып кететін, үйреніп кететін мықты, жаңағыдай білімге құштар студент болсаңыз, кез келген адам өзінің жанында көмекші болғанын қалайды. Мен колледжде оқыған жүрген кезде сондай бір медсестраны ұстап алып солай үйренгенмін. Таңертең системасын заправка жасап беремін, даже ер адамдарға уколдарды салып солай жалпы үйреніп кеткен болатынмын. Сол сияқты өзің ізденімпаз болсаң, өзің тегін жұмыс істеуге, тегін волонтер болуға дайын болатын болсаң, зато сен осы алғашқы курста үйреніп аласың, укол салуды үйреніп аласың, дәрілерді үйреніп аласың, потом уже 4-ші, 5-ші курста смело жұмысқа тұрып кетуге саған болады. Ең басты өзіңдегі ізденіс, талпыныс болу керек. Өзіңнің жаныңның қаламайтын жерде жұмыс жасағаннан көрі, жаныңның қалайтын жерде барынша соны ниет етіп ізденсең, ол табылады. Потому что мен кезінде мысалы ойлайтын мен аптекада жұмыс жасағым келеді деймін да, Ақтауда жүрген кезде. Бірақ жоқ жұмыста, іздеймін, работа Ақтауденге кірем жоқ, күнде кірем еще. Сөйтіп бір ниет етіп жүрген кезде бір күн кіріп қалсам, фармацевтке жұмыс тұр екен. Бардым 1 ай стажировка деп өттім. Потом сол жұмыста мен ұзақ уақытқа дейін тұрақты түрде жұмыс жасаған болатынмын. То же самое медсестра болған кезде сондай болды. Маған жұмыс керек, бірақ жұмыс жоқ. Ниет еттім, потом работа Ақтау дегенді қарап отырдым да, сол кезде аяқ астынан жұмыс шығып, ол кезде де өзімнің жаңағыдай практикалық навыгымды дамытқан болатынмын. Алғашқы уақытта медицинада жұмыс жасау қиын болады, бірақ үйреніп кетесің. Одан кейін ерте бастан енді біліміңді арттырған дұрыс қой. Бірақ ерте бастан медицинада жұмыс жасайын деп жаңағыдай басқа салаларды өзіңді сынап көрмеуде қате. Себебі медицинада әртүрлі пациенттер болады. Сен оларды уже ерте көріп, желанияң қашып кетуі мүмкін. Может, ерте көргеніңде дұрыс шығар. Иногда енді сен оқуға дейтін бір желанияңды қашырып жібермейтіндей болу керек та ол. Түсіндің ғой, саған барынша пайдалы болды деп ойлаймын. Ең бастысы
өзіңнің практикалық навығыңды, теориялық навығыңды көбейтетін жерде жұмыс жасасаң, ол әрине өзіңе пайда болашақта. Жалпы знание дейтін бірден келіп қоймайды саған. Постепенно жиналып отырады. Саған сәттілік, сен алғашқы курстағы студент болсаң, барынша өзіңнің жан қалауындағы жұмысты тауып, сол жерде жақсы өзіңнің практикалық навығыңды көбейтесің деген ниеттемін. Бұны өзіңнің достарыңа таратып қой, себебі бұл сұрақтарға көптеген студенттер жауап іздеп жүр. Және менің каналыма тіркеліп кел, осы сынды әртүрлі медициналық білімдер мен жалпы өзімнің дамуым жолымдағы әртүрлі қызықты ақпараттармен сенімен бөлісіп отыратын боламын.